Бауырым, жолуңуз болмай жүрбү? Кыйналып кеттиңизби? Мукуят караңыз. Ой, жолым болмай кетти, анау болду, мынау болду дейтин кишилерге айтарымыз, адам өзүнүн жолун өзү жабат, өзүнүн жолун өзү ачат. Калай? Алла Таала Куранда айтат аятта: сендердин баштарыңа келген сынактарың, яғни кыйынчылыктарың, мына кол эки истегендериңдин кателиктеринин себебинен дейт. Сендердин баштарыңа келген сынактарың, яғни кыйынчылыктарың, мына кол эки истегендериңдин кателиктеринин себебинен дейт. Түшүндүңүзбү? Энди не истейсиз? Күнәмизди тастап, керісінше сауапты іспен көп шұғылданып бастаған кезде, ойланбаған жерден Алла Таала біздерге өзінің ырзық несібесін молайтып, болмайтын жұмыстарымыз болып кетіп, сондай бір жағдайлар кездесіп жатады. Сіздің де қалағаныңыз осы емес пе? Сондай кезде Алланың, Құдайдың қасиетті үйіне кіріп, көп дұға сұрайық, жолымыздың ашылуын сұрайық. Біз Аллаға шын 100% толық яқинмен барлық нәрсе Алладан ғана болады деп сенген кезде, сенім солай орныққан кезде, Алла Тағала біздің осы ниетімізге, осы ықыласымызға қарай сұрағанымызды береді. Ендеше Аллаға құлшылық қылыңыз. Қиыншылықтан құтылыңыз.